Сәлеметсіздер ме, құрметті Әділқазыр алқасы. Мен Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп гимназиясының 11-ші сынып оқушысы Мұзафарқызы Ақжар. Сынып отырған жобамның тақырыбы жақсы пифагорлық үштіктер. Жоба мақсаты барлық пифагорлық үшбұрыштардың жалпы формуласына енетін бүтін параметрлердің саны 2-ден артық болмайтын xz тақ y жұп сандарын табу. Жоба міндеті m жиынына енетін пифагорлық үштіктердің көбі мына көрсетілген формуламен анықталады. Пифагорлық теңдеудің дәлелдеуін келтіру. Дәлелдеуі айталық m жиынына x, y, z сандары тең x, y, z тиісті n натурал сандар жиынына x квадрат қосылған y квадрат тең z квадрат. Барлық пифагорлық үштіктер жиыны болсын. Осы үшбұрыштарды сипаттайтын жалпы формула табу керек. Қосымша қойылатын шарт барлық пифагорлық үшбұрыштардың жалпы формуласына енетін бүтін параметрлердің саны 2-ден артық болмауы қажет және xz тақ y жұп. m жиынына енетін пифагорлық үштіктердің көбі жобада көрсетілген формуламен анықталады. Пифагорлық теңдеудің дәлелдеуін келесі түрде жазайық. X қосылған y минус z квадрат тең 2 көбейтілген жақша ішінде z минус x көбейтілген жақша ішінде z минус y. Мұндағы x, y, z тиісті n натурал сандар жиынына. Бұдан x қосылған y минус z, z минус x, z минус y сандары натурал сан. Әр бірінші санның жұп екендігін байқау қиын емес. Яғни x қосылған y минус z квадрат тең 2 көбейтілген жақша ішінде z минус x көбейтілген жақша ішінде z минус y теңдігінің оң жақ бөлігінің жұп болғандығынан ол 2-ге бөлінеді. Осы теңдіктің оң жағындағы көбейткіштердің жұптығы әртүрлі. Оған көз жеткізейік. Олардың бір уақытта жұп болмайтындығы түсінікті. Егер барлығы бірдей тақ болатын болса, онда осы теңдіктің оң жақ бөлігі тек қана 2-ге бөлінер еді. Ал сол жақ бөлігі сандарының сол жақ бөлігінің жұптығы болғандықтан ең болмағанда 4-ге бөлінер еді. Яғни осы теңдіктің оң жағындағы көбейткіштердің ішінде біреуі жұп болса, ал басқасы тақ болады екен. Бұл теңдіктен шығатын қорытынды теңдіктің оң жағындағы көбейткіштердің ішінде жұп сан 2-ге бөлінетін квадрат, ал тақ санның квадраты. Оны алгебра тілінде жазып дәлелдедім. Жобамның өзектілігі. Қазіргі кезде көп құрылымдарды математикалық әдістерді қолдана отырып шығарамыз. Солардың ішінде Пифагор теоремасының көмегімен анықталатын құрылымдар көптеп кездеседі. Мысалы, қазіргі кезде мобильді қатынасты оператор бойынша қашықтықтан үлкен сауда жүріп жатыр. Қолайлығы жақсы болса, онда қолданушылығы да көп болады. Антеннаны құрғанда Пифагор теоремасын қолдану, көптеген ерекше пішінді зәулім сарайларды, үйлерді тұрғызғанда Пифагор теоремасын қолданамыз. Жобаның практикалық маңыздылығы пифагорлық үштіктерді анықтайтын жалпы формуланы сабақта қолдану. Негізгі бөлімнің жалпы тақырыбы жақсы пифагорлық үштіктер. Негізгі бөлімді біз 2-ге бөлеміз. Біріншісі жақсы пифагорлық үштіктер жайлы мына көрсетілген сызба нұсқа болатын болса, екіншісі жақсы пифагорлық үштіктердің қолданулары. Бірінші есеп. Қазіргі кезде мобильді қатынасты оператор бойынша қашықтықтан үлкен сауда жүріп жатыр. Антеннаны, яғни төбені құрғанда мынандай есепті шешуге мәжбүр боламыз. Егер тұтынушыға радиусы 200 км жердегі қашықтықты қолдану үшін қандай да бір төбені құру керек болатын болса, бізге жердің радиусы 6380 км екені белгілі. Шешуі АБ тең X, BC R радиусы 200 км, OC R радиусы 6380 км болсын делік. ОБ тең ОА қосылған АБ, ОБ тең R қосылған X. Жалпы жауабын Пифагор теоремасы арқылы аламыз. Жауабы 2,3 км. Осындай жолдармен біз өзімізге керек құрылғыларды Пифагор теоремасымен үштіктерін қолдану арқылы шеше аламыз. Пифагор үшбұрыштарының ерекше жағдайлары жайлы есептер көбіне олимпиада есептерінде кездеседі. Соның бір мысалдарын сіздерге ұсынып отырмын. Бұл жерде Дарын олимпиадасы мен Кенгуру олимпиадасы, Ақбота олимпиадасы және Болгария математика олимпиадасы мен Индия математика олимпиадасында кездескен есептерді көрсетіп отырмын. Сауалнама. Жобамды бастамас бұрын өзімнің сыныптастарымнан шағын сауалнама жүргіздім. Күнделікті сабақ барысында көптеген пифагорлық үштіктерді шығарамыз. Бірақ олимпиада есептерінен келгенде пифагорлық үштіктердің ерекше жағдайларын шығарғанда көбіміз қиналамыз. Сауалнама барысында бірінші күні 30 оқушыдан сауалнама алсам, оның ішінде білген оқушылар саны небәрі 10, білмегендер саны 20. Екінші күні параллель сыныптан 27 оқушыдан сауалнама алсам, оның 9-ы білген болса, 18-і білмеді. Ал үшінші күні 28 оқушыдан алған сауалнамадан 11-і білген болса, 17-сі білмеді. Жоғарыда айтылғандай пифагорлық үштіктер бұрыннан бері белгілі болған. Оны пифагорлық үштіктерді ежелгі Египет, үнді, вавилондықтар да білген. Мысалы, ежелгі месопотамстық археологиялық зерттеулерден екі тікбұрышты үшбұрыштан тұратын 9, 12, 15 жиынтықтан құралған тең берлі үшбұрыштар ретінде кездескен құлпытастар табылған. Ал орта ғасырлықтар пифагорлық үштіктерді терезе, үй төбесін құруға қолданған.
Қазіргі қарқынды дамып келе жатқан заманда да айтарлықтай Пифагор теоремасын қолдану арқылы салынған ерекше ғимараттар жетерлік. Соның бірі Нұр-Сұлтан қаласындағы бейбітшілік және келісім сарайы. Париждің символы болып келетін Луврдағы шыны пирамида ең әлемге әйгілі ғимараттардың бірі болып табылады. Жобамды қорытындылай келе мен қазір Пифагор штуктерінің ерекше жағдайларын шығара отырып, көптеген олимпиада есептерін шығаратын боламын. Ұсыныс: көптеген пифагорлық олимпиада есептерін талқылай отырып, ендігі келе жатқан іні-сіңлілерім қиналмасы үшін пифагорлық штуктерге арналған сабақтар көптеп өтілсе екен деймін. Жобамда көптеген пифагорлық штуктердің ерекше жағдайлары сипатталып дәлелденді. Осы жобамды жасау барысында жақсы пифагорлық штуктер жайында жобамның нәтижесі ретінде оқу әдістемелік құралын жинақтап шығардым. Оны сіздерге қазір көрсетіп кетейін. Осы ұсынысымды айтқаным бойынша, іні-сіңлілерім қиналмасы үшін есепті қызығушылықпен шығарулар үшін жинағымның мысалдары мен есептері бөлімінде олимпиада есептерінде келген тапсырмалар дәлелдемелермен, түсіндірмелермен жинақтап шығардым. Назар аударсаңыздар, бұл жерде мен олимпиада есептерінің дәлелдемелермен шығарған болатынмын. Бұл менің жинағымның бастамасы, әлі де толықтыратын боламын. Бұл оқу құралы арқылы біз оқушылардың математикалық сауаттылығын дамытатын боламыз, және де математикаға қызығушылығын арттыратын боламын. Назарларыңызға рахмет. Болды ма, Әлім? Ажар, ұсынысың не болды? Ұсынысымды айттым ғой. Жұмыс бойынша. Не болды жұмыс ұсынысың?